Ассалаумағалейкум құрметті достарым, сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Осы қаулы туралы санврачтың алдыңғы видеода мен айтып өткенмін. Енді осы заңды зерттей келе, мына жаңалықтарды зерттей келе сіздерге өзімнің ойымды айтпақшымын. Осы вакцина алмаса жұмысқа кіргізбейді деген қаулыға байланысты. Тақырыпты қозғамай тұрып әрине подписка, лайк талап етемін. Өйткені біздің мақсат 100 000 подпискаға жету. 100 000 подпискаға жетуге сіздер көмектессеңіздер алғысымыз шексіз болады. Қараңыздар, денсаулық сақтау заңы бар, иә? Сол заң бойынша вакцинаны міндеттеуге басшы, енді вакцина болсын, басқа да денсаулыққа байланысты міндеттеу жүрмеу керек заң бойынша. Конституция бойынша міндеттеу жүрмеу керек. Азаматтық кодекс Қазақстан Республикасының міндеттеу жүрмеу керек. Еңбек кодексі сізге бір еңбек шартынан басқа міндеттеу жүрмеу керек. Еңбек шартында бар болса, екеуіңіздің мысалы жұмыскер мен жұмысшының арасында, онда сол міндетті орындау керек. Басқа міндет жүктеуге құқысы жоқ жұмыс берушінің. Бірақ енді қазір санврачтың қаулысы шығып отыр, 15 шілдеге дейін вакцина алсын деген. Заң бойынша негізі міндеттеу мүмкін емес. Бірақ бәріміз көріп отырғандай, біздің Қазақстанда заңды бешесінен басып орындауды міндеттеудің талай көріністерін көріп жатырмыз, иә? Ешкімге секрет емес, заңның өзін бір күннің ішінде былайынан өзгертіп жібереді, иә? 180 градусқа өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан таңғалатын ештеңесі жоқ. Енді мемлекеттің тапсырмасы болғаннан кейін, менің ойымша 15 шілдеге дейін енді вакцинаны салу бізге енді мойнымызға жаңағындай добровольно принудительно дейді ғой, сөйтіп мойнымызға асып қойды. Амалсыз жұмыс беруші де амалсыз не істейді? Сізден талап етеді. Ол жердің де жұмыс берушіні де түсінуге болады. Бірақ бұл жерде енді біз бір амалын табуымыз керек. Вакцинаны алуға біздің уже ол біздің құқығымыз емес, біздің міндетіміз болып қалады. Енді жалпы вакцинаға байланысты мен өз ойым қарсы демін деп те айта алмаймын, қолдаймын деп те айта алмаймын. Өйткені информацияның барлығы неше түрлі болып жатыр. Адамдардың денсаулығы туралы болып жатыр. Жақында мен әкемді алды осы вакцинаны. Келді үйге, бәрі денсаулығы жақсы, 1-2 күн ауырды. Жақында көрдік, магнит темір жабысып жатыр деген. Шынымен де вакцина алған жеріне тиынды қойып көрдік, жаңағыдай 10 теңге ме 5 теңгені тиын жабысып қалды. Шынымен денесінде магнит па бірдеңке бар сияқты. Вакцина алғанына біраз уақыт өтті соның өзінде де. Сондықтан жалпы вакцинаны алу-алмау әркім өз құқығында, бірақ мемлекет бізге осылайынан міндеттеп отыр. Одан ешқайда қаша алмаймыз. Яғни оны біз орындауымыз керек болып отыр. Мәжбүрлі түрде болса да енді орындау біздің мойнымызға асылып отыр. Сондықтан қанша заңгерлер заңсыз деп айтса да, конституция қайда, заң қайда деп атса да, бізге бешесінен бастап осылайынан міндеттеу жүргізіліп отыр. Өкінішке орай алу керек болады. Ал енді мынандай жағдай болады. Кей кезде жұмысқа тұрмаған адам, жұмысқа енді тұрып жатқан адамға вакцина талап ету міндетті ме, заңды ма, заңсыз ба? Негізінен заңсыз, яғни вакцина талап ету, жұмысқа келдіңіз, сіз жұмыс қалайын деп сізден сұрайды. Вакцинаңыз бар ма, жоқ па? Оның сұраудың өзі негізі заңсыз, заңда жоқ ондай талап. Бірақ қазіргі заманның талабы сондай болып отыр, өкінішке орай. Сондықтан вакцина алу 15 шілде, одан кейін 15 тамыз 2-ші этап алуға міндетті болып қалып отырмыз. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Осы информацияны сізге жеткізіп айтқым келгені. Подписка, лайк, комментарий, 100 000 подпискаға жетуге көмектесуіңізді сұраймын. Көріскенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.